көкжиек бағыттарын анықтау. Балалар, енді келесі суретке назар аударыңыздар. Суреттен не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл сурет сендерге таныс па? Нені көрдіңдер? Өте жақсы. Көкжиек. Көкжиектің не екенін есімізге түсірейік. Жай көзбен қарағанда, көз жеткен жерге дейінгі кеңістік көкжиек деп аталады. Ал енді мына суреттен не байқадыңыздар? Көкжиек сызығы. Аспан мен жер беті жанасып тұрғандай болып көрінетін шекара көкжиек сызығы деп аталады. Бағдарлау. Бұл жергілікті жердің көкжиек тұстарын анықтау. Ал балалар, көкжиектің қандай негізгі тұстарын білеміз? Есімізге түсірейікші? Өте жақсы. Оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс. Ал енді балалар, күн мен сағатқа қарап, көкжиектің негізгі тұстарын қалай бағдарлауға болады екен? Назар аударыңыздар. Көкжиек